бар. Міне алдымен суымда. Суымды ішіп алдым ғой, Мен негізінде кружка суды ішіп алмадым. Сосын мына элефімді жеймін. Бір пачкада 30 капсула болады, сізге бір айға жетеді. Күніне бір мезгіл жейсіздер. Мен қазір уже 2 капсула жей беремін, қыздар. Мен 2 капсула жей беремін, потому что организм үйреніп қалған. Бір капсула кетті, 2 капсула кетеді. 2 капсула жесеңіздер де болады, потому что бізде депрессия өте анандай сложный ауру, мимен связанный. Мындай сложный ауруларға 2 жей беруге болады. Маған біреу комментарий жазыпты. Сіз ауырып жүргенде балдарыңызға кім қарады деп. Мен бірінші алғашқы тұңғышым менің ұл бала. Оған өзім қарадым. Ол кезде менде симптомдары аз еді. Бірақ сәл уже менде жаман ой, думкаға кіріп кету, сондайлар бар еді. Арасы, балам мен қызымның арасы 4 жыл. Негізі сол кезде уже депрессия басталып, сондай бір ойға кіріп кетіп, сондай нәрселер болып жүрген. Агрессивность кішкене, ойдан шыға алмай, өзім жеп, сары уайымға беріліп кете берем. Уже 4 жылдан кейін қызымды босанған кезде вообще асқындым, қыздар. Мен оказывается қызымды 2 қабат кезінде қыздар бүйтетін, қараңыздар. Өзім 2 қабатпын да. Ішімдегі қызым өсіп жатыр ғой. Анау күннен күнге, енді айдан ай өсіп жатыр ғой, сол кезде бүйтіп. Алдырайын десем, ақша жоқ қой, алдырып тастайын десем, ақша жоқ вообще. Сонымен 6 айлық кезінде алдырам деп едім, 12 мың теңге сұрады, вообще оған ақша жоқ. Ішім өсіп жатыр ғой, мен бүйтетім. Өзімнің ішімді өзім қысатым, ішімді қысатын едім ғой. Сол қызымды қорқып босандым ше. Урод болып туылып қалам екен, кемтар болып туылып қалам екен деп жаман қорқтым, Құдайға шүкір. Оны да Алла сақтады. Аллама сансыз шүкір. Одан кейін босанып алғаннан кейін не болды десеңіздерші, емізіремеймін ғой. Мамам ауылға алып кетті. 6 ай өзі шомылдырды, өзі бесікке бөлейді. Маған бер, емшегіңді бер дейді. Емізірем, итеріп тастаймын. Мамам бесікке бөліп өзі қарады. Мен тек кірін банағы несін жоқ, жаялықтарын. Үйді шашып, төгіп, анау ішіндегі боғын бетіме жағып, ит болып жуатым, сенесіздер ме? Одан кейін, 6 айдан кейін осы үйді маған, қазір тұрып жатқан үйді, әпкем үйі ғой, осы жерге бөлек шығарды. Бөлек шыққаннан кейін, бір 2 ай қараймды қайтадан мамама, жоқ 1 ай қараймды қайтадан мамама жылаймын. Алып кетті, мен асырап аш деп елдің бәріне жылағам. Жеңгеме жылаймын ғой, баяны қызға баршы. Үйге алып кетеді, анау әлдейім бөпем мәме сұрайды. Менің жеңгем мәмесін берген түнде. Сол үшін мен қазір қызым 22-де. Жеңгемді дәу мама деп атап кеткен. 3 жасқа дейін ауылға барып кеп, маған қайта мамасын ұмытқамасын деп әпкеп жүрді арасында. Солай ит қорлықпен өсірген қызымды.